Сәлем достар, бүгін керілудің пайдасы жайлы айтатын боламыз. Дәрігер керіліп созылудың пайдасын айтты. Ортопед-травматолог Рашид Саидов таңертең ұйқыдан тұрғанда және жұмыс кезінде ұзақ отырған соң керілу зат алмасуды тездетуге және бұлшықет тонусын жақсартуға көмектесетінін айтты. Біз ұйықтап жатқанда ағзадағы зат алмасу, қан айналымы сияқты барлық процестер баяулайды. Бұлшықеттер толығымен босаңсып, күн ішінде алған жүктемелерден демалады. Оянғаннан кейін керілгіміз келетіні табиғатқа тән дүние. Сол арқылы біз алдағы жүктемелерге дайындаламыз. Бұл әрекеттің арқасында бұлшықеттер белсендіріледі. Бұл тамырлардағы қан ағымын ынталандырып, метаболизмді жеделдетеді. Дене оттегімен және басқа да қоректік заттармен белсенді қанығатын болады. Ал жұмыста ұзақ отырған кезде бұлшықеттер жұмыс істемей қан айналымы баяулайды. Қарапайым керіліп созылу бұлшықет тонусын жақсартуға және қан айналымын жылдамдатуға көмектеседі. Бұл ретте дәрігер ояна сала тез қимыл қозғалысын жасамауға кеңес берді. Тез, жылдам қимыл, бірден тұрып кету адамға күйзеліс тудырып, бас айналуы мүмкін. Сондықтан таңертең төсектен бірден тұруға асықпау керек. Оянғаннан кейін алғашқы минуттарда керіліп созылып алған дұрыс. Сонда дене жұмыс көңіл-күйіне бейімделіп, өзіңізді жайбарақат сезінесіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.